Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Корндоктың ең жылдам әрі өте дәмді әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. 2 жұмыртқаға аздаған тұз қосамыз. Шөт құямыз. Оны қосып араластырамыз. Ұнымыз араласқан соң, тестамызды стаканға құйып қоямыз. Өйткені стаканнан алған оңай болады. Енді шұжығымызды ашып, 2-ге бөліп аламыз. Осындай таяқшаларға тығып шығамыз. Тестамызға батырып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Осындай өте дәмді корндоктарды сіз де дайындап көріңіз, өте дәмді шығады. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.